Осындай өте дәмді приправа салатын дайындаймыз. Қажетті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Пиязды алдымен ет тартқыштан немесе блендердан майдалап өткізіп аламыз. Қызып тұрған майда жақсылап қуырамыз 10 минут қызартып. Сәбізді де тура солай майдалап аламыз. Қуырылған пияздың үстіне сәбізді салып, тағы да 10 минут қуырамыз. Араластырамыз. Болгар бұрышын да майдалап аламыз. Оны да пияз бен сәбіздің үстіне салып, тағы да 10 минут қуырамыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек қызанақты. Қызанақты да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді қуырылған массамыздың үстіне құйып, жарты сағат орташа отта қайнатамыз. Сарымсақ пен аскөкті де майдалап тураймыз. Қайнаған салатымыздың үстіне салып 10 минут қайнатамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және шамалы қант саламыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Менің рецептерім ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің салатымыз дайын болды. Енді банкілерге құйып жабамыз. Ас болсын. Сіздермен болған Тоғжан.